Сәлеметсіздер қадірмен көрермендер, сіздер IT Service KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон ол Oppo F3 деген, яғни F3 деп айтып жатады. F3 деп орысша. Оның модель CPH1609. Мінекей. Қазір Fox. Мына жақтан да қарап көрсек болады. Яғни келген мәселесі телефон беті құлтанып қалған. Келген мәселесі телефонның егесі бетіндегі мынандай кодын ұмытып қалған. Яғни сіздерде енді бұл видео негізінде көбінше мастерлерге арналған видео. Телефон жөндеумен айналысатын адам болсаңыз, немесе бастап жүрген болсаңыз, немесе программист болсаңыз, қолдануға болады, егер осындай телефон мастері болып жұмыс істейтін болсаңыздар. Сонымен біз оның моделінің қандай екенін білу үшін экстерный вызов дегенге кірсек те болады. Жұлдызша решетка 899 решетка деген тереміз. Және бұл жерден қытайша жазуға басасыздар. Осы жерден моделі шығатын екен. CPH1609. Ол деген F3, F3, Oppo F3 деп айтып жатады. Android версиясы 6 екен. Яғни бетіндегі графикалық кодты hard reset жасаса да, бұл телефонда ашылмайды. Мінекей біз қазір телефонды өшіреміз. Ол өшкен соң hard resetке түсірсек те ол ашылмайды. Бізге енді керек болатын программатор керек болады. Ол MRT dongle деп айтылып жатады. MRT dongle'дың 2.60 версиясы, 2.60 версия. Немесе содан ескі версиялары. Осыған кіресіздер. Да. Айта кететін MRT dongle бұл ақылы тұрады, яғни платный, бесплатный емес. Оған сіздерге керек болатын кәдімгі кішкентай флешка болады, флешкасы керек болады. Соны қолданасыздар. Ол флешкасы сіздер бұны аша алмайсыздар. Яғни флешка керек болады. Енді егер сіздерде осы MRT бар болса, MRT-ның флешкасы бар болса, онда қолдансаңыздар болады. Егер сізде ол жоқ болса, онда телефон жөндейтін кісілерге апарсаңыздар, яғни сол телефон мастерлерін алып барасыздар, солар ашып береді. Өйткені бұл MRT dongle-дың өзі жаңа ключімен флешканың өзі бір 30 000 теңгеде тұрады, біздің Қазақстанның теңгесіне шаққанда енді. $100 ма сондай ғой енді, жаңылыспасақ. Или $500 ма, $100 ма енді. Сонымен MRT dongle 2.60-ты ашқан соң, немесе осыдан төменгі версиясын, одан кейін сіздер MTK Tools дегенге кіресіздер. Мінекей қазір телефонда көрсетейік, айтпақшы. Hard resetке түсірсек те ол қазір бізге өшіріп қосумен минусты басқаңызда бізде recovery menu деген жанат астында. Қазір recovery menu'ны кіреміз. Қазір телефон қосылған соң жалғастырайық. Минусты жібереміз. Жарайды, видеоны тоқтатпай түсіреміз. Мінекей бұл жерден English деген таңдаймыз. Және wipe data дегенге минуспенен түсіп өшіріп қосуды бассақ, ол бізден пин-кодты тер деп сұрайды. Қараңыздар. Пин-кодты білмесеңіз де сіз телефонды форматтай алмайсыз. Сонымен біз не істейміз? Бұл жерде power off деген таңдаймыз. Окей, яғни телефонды толықтай өшіріп тастаймыз. Яғни енді біз MRT-ны ашамыз. MRT-ның ішінде MTK Tools дегенді басасыздар. MTK Tools деген таңдайсыздар. Одан кейін сіздердің MTK Special Tool деген ашылатын жерде қосылады. Бұл жерден Format Unlock деген таңдаймыз. Format Unlock және Oppo Only. Одан кейін MMC деген жерге басамыз да, бұл жерден Oppo F3 Only деген таңдаймыз. Одан кейін жерде Start деген басасыздар. Одан кейін сіздерге кәдімгі USB шнур керек болады. Оригинал USB шнур болса жақсы, яғни компьютердің прошивка оқыса болды. Мына бас жағын ноутбукқа сұқып қоямыз. Start дегенді басамыз. Енді минус пенен плюс кнопкасын басып тұрып, телефонға шнурды жалғаймыз. Және мен жақта процесс жүріп жатыр, қараңыздар. Кейін жүрген соң, бұл жерде минусты жіберіп, плюсті басып тұрамыз. Және жіберсек те болады. Яғни жерде Corpstenson Operation Completed деп шықты, қараңыздар. Енді біз телефонды қоссақ болады қазір. Мінекей қазір телефон қосылады.
Міне осылай телефонның несін ашуға болады. Бетіндегі пин-кодын ашсақ болады екен. Яғни осыны сіздер мындай платный осы программаторда сатып алуларыңыз керек болады. Мінекей біздің флешкамыз мына жерде мына MRTK деген көрген болсаңыздар. Сол флешка болмаса сіздер бұл MRT dongle-ды қолдана алмайсыздар. Сонымен қазір телефон қосылған соң біз жалғастыратын боламыз. Мінекей мына жерде телефон бізде қосылды. Яғни бұл жерден де продолжить деп жаңағыдай жалғастырып кете бересіздер. Егер де аккаунт сұрайтын болса, аккаунттарыңызды жазасыздар. Аккаунт сұрап қалатын болса, аккаунт ашудың тәсілі бар, оңай. Экстерный вызов. Енді Oppaның аккаунт, Google аккаунтын ашу ол өте онша қиын емес. Жұлдызша решетка 812 решетканы теріп жібересіздер. Және қытайша менуға кіріп кетедіз. Және осы жерден форматта жіберуге болады. Енді ол Oppaның Google аккаунтын ашатын видеолар интернетте толып жатыр, қарап көрсеңіздер болады. Біз бұл видеода енді осындай пин-кодын қалай ашуға болатындығын MRT-мен соны көрсеткіміз келді. Егер видео сіздерге ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Алдағы уақытта бізді көптеген қызықты мәліметтер, видео сабақтар күтуде. Сау, сәлеметте болыңыздар.